Қайырлы күн қыздар, бүгін біз үй жағдайында бауырсақ пісіретін боламыз. Оған керек заттар: 350 грамм сүт, жылы сүт, 350 грамм жылы су, оған шекер 30 грамм, тұз 20 грамм, ашытқы 30 грамм керек болады. 50 грамм сары май. Екі штук жұмыртқа. Осыны араластырып езіп аламыз. Енді ұн саламыз 900 грамм. Араластырамыз. Жұмсақ қамыр шығу керек. Осындай бауырсақ болу керек. Қолға жабысатын осындай қамыр болу керек. Бетіне шамалы май жағамыз. Бетін жауып, жарты сағатқа қоямыз демалуға. Міне осылай көтеріледі. Осыны бір басамыз. Кері мұжғылап біз осылай. Осылай бір басамыз да қоямыз. Келесі көтерілгенін күтеміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осыған енді бауырсақ істейміз.
қатты тонкий қылып жаймаймыз. Осылай слегка тек бетінен өтіп, осылай жайып аламыз. Осылай жайып аламыз. Міне, мынандай толщинадан. Сосын үй жағдайында өзім жасап алған осындай баклажка, 0,5 баклажка жасап алған нем бар. Осымен кесем. Тесті жақсы кеседі. Магазиндегілер басында жақсы істейді де, содан кейін дұрыс кеспей қалады. Мынау көнеріп кетсе, лақтырып тастауға жалко емес. Осындайларды қолдан істеп алай берем өзім. Мынандайларды көтерілген қайтадан күтіп, қайтадан жайып, осылай бауырсақ қылатын боламыз. Қорқыныш. Я қоян просто заспасын деп пішіғаның ғой. Стоға. Абылана істейді. Лақтырмаймыз, ысырап қылмаймыз. Бетін осылай қажетпей жоқ қоямыз. Сәл көтеріліп, майымыз қызғанша, содан кейін пісіріп алатын боламыз. Бауырсақтарымыз кішкене көтерілді. Салып аламыз осылай. Майдың қызғанын күтеміз. Әбден қыздырып барып пісіреміз. Майымыз қызды. Енді саламыз. Бисмилlah. Бауырсақ. Музыка деп
қатты қып-қызыл қылмай осындай әдемі қылып алып шығамыз.